Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде ет көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Әйел адам түсінде шикі ет көрсе, алға қойған мақсаттарына жетер жолда көптеген таң қаларлық жайттарды көретін болады. Еркек адам түсінде ет көрсе, ол өте жақсы түс. Алдыңыздағы ісіңіз табыс алып келеді. Пісірілген етті көрсе, оның алдына қойған мақсатына өзгелер қол жеткізетінін көрсетеді. Қуырылған етті түсіңізде көрсеңіз, сіздің артыңызда жаман сөз болып жатыр. Түсіңізде бұзылған етті көрсеңіз, сізде керемет жаңалықтар күтуде. Қазандағы ет пен сорпа адал жолмен тапқан пайданы білдіреді. Түсіңізде құрбандық малдың етін адамдарға таратып жатқаныңызды көрсеңіз, уайым мен қайғыдан арылып, абыройға ие боласыз. Ал егер түсінде құрбандыққа шалған малдың етін ұрлағанын көрсе, ол адам Аллаға қарсы жанын алдайды. Тоздалған қой етін көрген түс көруші қандай да бір қайғыдан кейін оны үйіне әкелсе, жақсы белгі. Егер әкелген еті өте майлы болса, онда бұл ең жақсы белгінің бірі. Бұл түс берекені, пайданы білдіреді. Күнге кептірілген ет өлген адамнан алған нәрсені білдіреді. Түйенің етін қайнатып жесе, беделді адамның ақшасын жұмсайды. Ауруға шалдығады, бірақ сауығып кетеді. Түйенің етін жеу түсте билікке ие болуды да білдіреді. Ірі қара малдың еті ас қорытуы баяу болғандықтан ауыр сынақтарды білдіреді. Ал егер еттің қуырылғанын көрсе, түс көрушінің қауіпсіздігін білдіреді. Ірі қара малдың етін жүкті әйел көрсе, онда ол ұл туады. Қайнатылған ірі қара мал еті еңбекпен тапқан пайданы білдіреді. Егер ет шикі немесе нашар піскен болса, бұл дау-дамай мен уайымның белгісі. Түсте қуырылған түйе етіне байланысты түстер әртүрлі түсіндіріледі. Кейбіреулер бұл майлы болса, бұл үлкен байлықты немесе үлкен қиындықпен алынған аз пайданы білдіреді дейді. Басқалар бұл қорқынышпен алынған байлықты бейнелейді деп санайды. Тағы біреулер бұл ұл баланың туылғанын көрсетеді деп мәлімдейді. Егер түс көруші бұл етті жесе, бұл бала өсіп, өз еңбегінің есебінен өмір сүретінін білдіреді. Ет қуырылған болса, бала тәрбиелі болады. Түсіңізде ашық ауада немесе базарда қуырылған етті көрген адам жақсы жаңалық әкеледі деп санайды. Қазы мен тауық еті баршаға жақсы нышан деп айтылады. Өйткені тауық әйелден келетін пайданы көрсетеді. Сиыр еті ақша дегенді білдіреді. Сиыр тезегі де дәл солай. Табыс пен ақшаны білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.